сәлем достар, қалайсыздар? Сендермен бірге дейді. Иә достар, короче, біз бүгін Майнкрафт, бірақ мен секіруге болмайды. Иә достар, мен если бір рет секіріп қалсам, и мен сыра сол жерде өлетін боламын. Сендер арнаға тіркел, лайктарыңды бас кетіңдер, ал біз кеттік. И вот түсіндіңдер ғой, мен вообще секіруге болмайды. И байқаған болатын шығарсыңдар, мен скин ауыстырғанмын, иә. Но мен көп скин ауыстырып кеттім, и думаю, осы скинмен тұрақтайтын боламын. Короче, түсіндіңдер ғой, мен там бір блокқа даже секіремеймін, бірақ былай түсе аламын, но там осылай түсуіме болады, бірақ секіруге вообще болмайды. Так, осындай ойын ойнап көретіміз, біз до конца шыдай аламыз ба, либо шыдай алмаймыз ба, соны көретін боламыз. Даже мен потом ағаш сындырып полиблоктар істеп алайын, и полиблокпен біз вообще секірмеуге тырысамыз. Думаю, біз өліп қалмайтын шығармыз, иә. Таксынан да сындырып тастайын. Но біртүрлі екен, иә, секірмей жүру. Мен сразу бұны ағашты жөндеп тастайын, и өзіме верстак жасап аламын. И верстакқа кіріп, верстагымызды там любой осы жерге қоя салайық. И біз өзімізге полиблоктың 24-ін жасап алатын боламыз. Иә, міне 24 болып алды, и осыны алып алайық. Сендер арнаға тіркел, лайктарын бас кетіңдер. Біз енді қай жаққа барамыз? Полиблоктарды біз не үшін десеңдер, осылай чтобы секіріп алмас үшін біз осылай қойып шығамыз. Себебі бізге секіруге вообще болмайды. Осылай енді қателесетіміз болмаса шығатын шығармыз бұл ойыннан, иә. Тірі қалатын шығармыз. Көрейік біз бұл жақта, қай жаққа барамыз? Біз примерно бас алған жаққа кете берейік. Ана жерде алма түсқапты, алма обязательно керек. Давайте біз лучше ой түскеттім. Бір жүруге де опасно болып тұр, да. Кеттік, на жаққа қарай кете берейік. Хотя бұлай секіре аламыз, блоктардан. Ладно, бұл бізде өте жақсы. Мынандай жерлерге осылай біз полиблоктарды алып қойып қоюымыз керек. Достар, көріп тұрғандарында мен ерде ауыл тапқан болатынмын, иә. Біз, короче, ар жақтан, жақтан бетіп айналып келдік, но суда бізде сумен секірсек бола береді, чтобы суға бұндай самаған разрешение, и суға бола береді, но мен полиблогым, и осылай кете береміз. Короче, бұл ауыл, как видите, үлкен екен, иә. Үлкен ауыл екен. Мен уже 3 қана полиблогым қалды. Қарандар, кішкентай мысық жүр мына жерде. Бізде кузница көріп тұрмын. Кузницаны көріп тұрмын. Мен қарным ашып жатыр, иә, уже. Нан болса екен. Ойбай, шошып кеттім ғой. Нан болса, нан жеп алу керек. Анау үйде сундук тұр. Соған бару керек. 3 нан бар екен. Бронялар бар екен. Меч бар, и золото, и морков бар екен оның үшін. По идее, осылар жеткілікті, осылар киіп алайық сразу біз, чтобы өзімізді... Бізде не бар еді? Золото бар. Мен өзіме бірінші нан жеп алайын, себебі менің қарным ашып тұр. Осылай нан жеп аламыз. Все. Бізде енді не істейміз? Мынау үйге кірейік, сундуктарды қарап алайын түгелдей. Мынау сундукта бізде мусорлар шығар. Нормально. Мен сразу золотой яблоко істеп тастайын ба? А то золото бізге вообще негіздікке керек емес, иә? Броняларда тесім қалады дегенде. Біз қалай жасайтын едік? Золотой яблоканы қалай жасаймыз? Менен отыр ғой. Менде 3 қана екен. Ладно, мен сразу жасай салайын деп едім. Болмайды екен. Ладно. Мұнаймаймыз бұған. Кейін біз не істейміз? Үйлерді қарап шығамыз ба? Ауылдың плюсың білесіңдер, өздеріне екен. Кровать, анау-мынау керек дегенде. Бізде басқа не бар? Бізде басқа қарандар аяқты қатарынан прям 2 күшті вид беріп тұр, иә. Мынандай үйлердің бәрі осындай ма не? Мынандай үшеу, анандай қылдырып қойған ба? Көріп ерекше ма? Жоқ, сол күйе бәрі. Окей, нау картошниктің үйі, иә? Жоқ. Картошниктің үйіне ұқсайды екен. Бізде басқа не бар бұл ауылда?
Бұл ауылда қызықтыратын бірдеңе бар ма бізді? Давайте бір рандомный үйге кіріп, кроватьтен алып кетіп қалайық. Потому что біз осы жақта тұрмайтын шығармыз. Потому что бұл жерде өте көп нәрселер жоқ. Или көреміз тұрамыз. Біз ана кузнецаға кірдік, ә? Кузнецаға кіріп қойдық. Так, басқа не бар? Мынау мен жаңа келген жерім мынау. Так, бізде басқа не бар? Неге ана блоктар судың ішінде тұр? Білесіңдер ма? Білетін болсадар комментарийға жазып кетіңдерші. Давайте лучше мынау үйге кірейік. Бұл үйде сундук бар екен. Я. Так, сундуктың ішінде не бар? Ол нормально. Так, бізде 10 яблоко болды и картошкаларды да жинап алайық. Потом бізде 3 изумруд бар екен. Изумруд керек болады. И қараңдар, ана жақта бізде заброшенный портал тұр, барып көрейік. Кстати, негізі бұл мирда біз портал жасай алмаймыз. Себебі басқа мирларға баруға бізге вообще шанс жоқ. Сол үшін бара алмаймыз. Қараңдар, бұл жерде, мына жерде как раз полублок тұр екен. Осылармен мініп сундукты ашып қарайық. Сундукта золотой яблоко. Потом бізде шляпа тоже золотой. И бізде огонный шардан екеу екен. Ладно, жал, қарандар, үшеу ғана қалып тұр бізде. Короче, қарандарына ауылда бізде шетелдер көп екен, Ладно, енді біз не істесек болады? Давайте біз басқа жаққа көшейік, себебі ауылда тұрмай қой, ақ мысық жүр. И ауылда тұрмай қоятын шығармыз, себебі бұл ауылда бізге керек тым жоқ. Жақта давайте ағаштар сындырып алу керек еді, сындыр көрейік. Короче, достар, мен өзіме андай топор мен кирка жасап алдым. Топорды таманы жақта големді өлтіріп алып алдым. И топорды каменне жасап алдым. Короче, мен енді ана жаққа тауға көшуге бара жатырмын. Бізде опять тым батып жатыр. Бұл алғашқы түніміз біздің. И ұйықтауымыз керек. Давайте кроватімді алып, осы жаққа ұйықтайық. Так, біз қай жаққа кіреміз? Давайте мына жерге қойылмай ма? Ладно, қойылмайды екен. Мына жерге қойып ұйықтай салайық. И біз қараңдар, достар, короче, мен таң ата салып, онан да орманға көшіп кеттім. Орманға келдім. И мына жақтан біз ағаш сындырып алуымыз керек. Давайте тез-тез ағаштарды сындырып тастайық. Короче, мен андай тропический биомға келген болатым, и біз верстагымыздан ағаштарды өңдейік. И вот мен ағаштарды өңдеп полублоктар жасап алған болатын, верстакта балақ. Короче, біз неқта аралайық. Қарандар, ана жақта бір ит ба тұр, көріп тұрсыңдар ма? Қазір барып көрейікші. Ебәч, қарандар, басқаша итті алғаш рет көріп тұрмын. Қарандар, бір странный екен, біздің итке сәл ұқсайды, но бәрібірде басқаша екен. Ладно, такс, біз не істейміз енді? Мына жақта қаламыз ба? Такс, бұл жақта бізде не бар екен? Бірінші былай танысып көрейік. Бұл жақта әшейін мынау не? Просто екен. Ладно, біз не бар екен бұяқта? Мен көріп тұрғандарында үй салып алдым өзімен. Такой, қандай десек, инвалидный үй десек те болады бұны. Себебі менің бар ресурстармен салдым бұны. Неге ойбайсы келеді. Короче, ұйықтауымыз керек. Короче, біз енді біз вообще секірмедік, өлмедік. Но үйдің крышасын жабу өте қиын болды. Ай, өлтіресің сен енді. Ор, қайда жүрмеді ол? Жоқ, біз бұны ұрып бітірмейміз. Мен байқаған, что кроватьта тоже секіре беруге болады. Қарандар, кроватьта секірсек біз өлмейміз. Себебі кровать өзі воздушный, такой секіртетін болған сондықтан болған рұқсат етілген. И там сондай суда да секіріледі, сол үшін болған. Так, бізде терезелер шығарып тастауымыз керек әлі біз үйге. Себебі үйге әлі де жарық керек. Жылдам терезелер шығара салайық, типа осы жерінен. Типа осылай шығара салайық терезелерді. Мен факелін түсқалды. Окей, менде мен верстагым қалмады. 15 терезе бар екен уже. Так, солар менің сундукыма. Так, верстакты да осында қоя салайын. Пештің жанында екеуі тұра берсін. И мен қолымдағы заттардың бәрін жаңағы неге салып тастау керек еді сундукқа. Мен сундук жасап қойдым. Но оған ішінде тым жоқ. Давайте осыған салып тастайық. Қайде осылар жете тұрады.
Так, біз енді өзімізге не істесек болады. Все. Ағаш сындыруым керек мен. Мынандай ағаштан емес, кәдімгі осы ағаштан сындырған болады, бірақ мені келеді атамын дейді. Атсан ата бер, бауырым. Так, біз осы тропический дереваны сындырып алайық. Я, біз осыдан енді ағаш жасауымыз, ағаш дептің ғой, то есть жаңағы не жасауымыз керек. Не затет? Блин, аты не еді, ұмытып қалдым. Есік. Ұмыта салам ғой мен. Я, енді, короче, біз осыны өңдеп алайық өзіміз. Я, и бұдан есік жасауымыз керек. Есік қай жерде бізде? Мынандай есік екен, я. А я думала, что бұл басқа есік болады деп. Ну и ладно, қолымдағы бүткіл блоктар салып тастайын, енді басқалары керек емес қолмеған. Мынау бір ғана нан қалыпты, бұны ала салайық, чтобы бізге өзімізге қартымызды тойдырып алу үшін аларды салайын. Бір есік жетеді, стекло бүткілін салып тастайын сундығыма. И все. Бізде тропический дерево дверь бар. Бұны осына қоя салайық, мәне. Үйіміз осындай, такой сложный неде ойнап отырмын мен еще. Жоқ, легкий деп, байды білмеймін. Осындай, короче, біз әлі тіріміз, я. Негізі бұның концовкасы өзі болады. Типа, концовкасы, типа, осы экранға жазу шығады. Сен ойын аяқталды, анау-мынау. И поздравляем деп. Соны күтуіміз керек, сол кезде біз ойбай ұйықтап жатырмын ғой. Ладно, далаға шыға берсек болады. Сол концовкасын күтейік. Концовкасы болған соң бұл өзі сен болдың деген кезде беріледі бұл концовка. Сол кезде біз бола аламыз. Яна жерде мен жаңа сындырдым. Мен мына жерде қалып қалдым. Қолымда ештеңе жоқ. Ладно, бұл жерді айналып өте салайық, чтобы точно қалдым енді. Енді біз қайтып шығамыз. Жерді қазып шығамыз. Осылай жерді қазып тастайық, чтобы бізге қиын болмас үшін. Короче, достар, ана жерді қазып мен бәрібір пайда көрмеймін. Но ана жерде көріп тұрсыңдар ма, менің бағана полы блогым қалып қалған. И соған қарай қазуымыз керек. Қалай шығатынын білмеймін, но соған қарай қаза берейік. Соған қарай қазсақ, бізге повезло болатын шығар. Я, міне, осыны сындырып алайық, потому что осымен біз шығуымыз керек. Біз бұны мына жерге қоя салайын да, бүйтіп шығып кетейін. И мына жақты бүйтіп айналып бара салсам болады. Наған кетпейін, такс айналып бара салайын. Бұлай лучше біз қай жақтан шығамыз? Мына жақтарда жоқ па неменкі? Поезде бар еді ғой. Ладно, бағанағын сындырып ала салайық біз, чтобы бізге қазір күтеді. Сындыра салайық лучше. Кстати, мен отырып алайын бірінші. Құлап қалмау үшін отырып алу керекпін. Құлап қалсам өте жаман болады. Мынаны найқа қойып, свобода. Міне. Короче, бізде енді осы жерде и вот бізде жазу шыққан болатын. И осы жерде біз, короче, өлмедік. Енді пайди секіруге болады. Қазір көрек секіруге болады. Міне, секіре аламыз. Енді рахаттанып секіре аламыз. Осы жерде видеоны аяқтайық. Сендермен болған мен Диди. Достар, арнаға тіркеліп лайктарымды басып кетіңдер. Бүгінгі выживанияны біз вообще секірмей өткен болатынбыз. Енді бұл біткен соң секіре алатын болдық. Сендер арнаға тіркеліп лайктарымды басып кетіңдер. Ал біз кеттік.